Сәлеметсіңдер ме, балалар? Әдебиет тек асыл мұратпен, таза ар намыспен кіруге болатын зәулім сарай деген екен ұлыларымыз. Осы рухани асқарға жетелейтін қасиетті қазақ әдебиеті сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Мәңгілік ел, мәңгілік мұрат» бөліміндегі «Тар кезең» романының кейіпкерлері. Сабағымыздың мақсаты шығарма идеясына сай тарихи тұлғалардың іс-әрекеттерін анықтау. Қазақ әдебиетінде өзіндік орны, қарымды қаламымен танылған ерекше жазушы Қажығали Мұхаметқалиұлының «Мінез», «Дала әуендері», «Бір машина шөп», «Қарымта», «Ескі достар» атты прозалық шығармалары елдің әлеуметтік жағдайын, тыныс-тіршілігін суреттеген туындылар. Жазушының ең бір сүбелі шығармасы «Тар кезең» атты тарихи романы. Қаламгер бұл жерде ел ұрандасқан, айқайласқан, бұл жерге жау аяғын байқай басқан, ерліктің етегінен ұстап тұрып, еркіндік сонда алғаш тай-тай басқан деген Қадыр Мырзалы ақынның өлең жолдарын эпиграф ретінде алуы, тар жол тайғақ кешіп, тар кезеңде елім деп еміренген ерлердің азаттық үшін күресін көрсетеді. Шығарманың идеясы Ресейдің отарлау саясатындағы озбырлыққа халықтың қарсыласуы болатын. Басты кейіпкер қазақ даласындағы ұлт-азаттық көтерілістің басшысы Сырым Датұлына арналған. Жазушы мұнда Сырымның өмірін түгел қамтымаған, шығармаға арқау болған ел басына күн туған шақтағы Сырымның қолбасшы батырлығын, өжет мінезі мен даналығын кеңінен суреттеген. Романда негізінен екі сюжеттік арна өрбиді. Бірі орыс отаршылдық империясының көзімен қараған патша билігінің айналасындағылардың әрекеті болса, екінші қазақ даласындағы дүрбелең. Тар кезеңдегі қыспаққа түскен көшпенді ел, ата-бабамыздың тарихи кеңістіктегі елдік ұлттық азаттығы үшін күресі. Енді балалар, тақырыпты терең түсіну мақсатында бейнебаянға назар аударыңдар. Датұлы бастаған кіші жүз қазақтарының 1783-1797 жылдардағы көтерілісі. Балалар, сендер білесіңдер, Қазақстанның Ресейдің құрамына қосылғаннан кейін патша үкіметінің отаршылдық саясаты күшейгенін, қазақ халқының отаршылдық саясатқа наразылығы өсті. Осындай ашық наразылықтың бірі Сырым Датұлы бастаған кіші жүз қазақтарының ұлт-азаттық көтерілісі. Бүгінгі тақырыбымызда Сырым Датұлы бастаған көтерілістің басталу себептері, барысы, аяқталу және маңызына тоқталамыз. Ең алдымен көтерілістің себептері мен мақсаттарын қарастырайық. Сонымен, ұлт-азаттық қозғалыстың негізгі себептері жер мәселесінің шиеленісуі, патша үкіметінің қазақтардың жайылым үшін жайықтың арғы бетіне, ішкі жаққа өтуіне тыйым салуы, ру ақсақалдарымен санаспай, хан сұлтандар барған сайын патша үкіметінің саясатын жүргізіп, олармен бірге бейбіт отырған қазақ халқын тонап, озбырлық жасады. Бұның барлығы халықтың жаппай наразылығын күшейтіп, бұл 1783-1797 жылдар аралығында ұлт-азаттық қозғалысының басталуына әкелді. Көтерілісшілердің басты мақсаты ғасырлар бойы қалыптасқан жерді пайдалану жүйесін қалпына келтіру. Қазақтар 1756 және 1771 жылдардағы жарлықтарға қарамастан, Еділ мен Жайық арасындағы жайылымдарды пайдаланып келді. Патша үкіметі аймақта өз позициясын нығайту мақсатында қандай да болмасын жасалған жеңілдіктерді шектеуге тырысты. Пугачев бастаған шаруалар соғысынан кейін қазақтардың жер мен суды пайдалану құқығы кеңейтілген болатын. Бұған Орал қазақ әскерлері қарсылық білдірді. Ресей үкіметі ішкі аумақтарды басып алу үшін тұрақты әскер құрамындағы жүрген қалмақтар, башқұрттар, татарлар арқылы ұлтаралық араздықты іске асырып, оны шебер пайдаланды. Ресей империясы қазақтардың көшпелі дәстүрлі шаруашылығын құртуға тырысты. Сонымен қатар 1782-1783 жылдары қысында жұт болып, халық күйзеліске ұшырады.
Бұндай жағдай халықтың көтеріліске шығуына түрткі болды. Көтеріліс кіші жүзді қамтыды. Көтеріліс басшысы Сырым Датұлы болды. Ол қандай тұлға еді? Ол кіші жүздің ірі тайпаларының бірі Байұлының ішіндегі Байбақты руынан еді. Сырым Датұлы терең ойлы, қайратты, тапқыр, айлакер, әйгілі шешен, өз бойына бидің, батырдың, ханның да қабілеттері мен қасиеттерін ойдағыдай ұштастыра білген ержүрек батыр адам болған. Сырым Датұлы Пугачев бастаған шаруалар соғысына қатысып, қазақ жасақтарының басшыларының бірі болған. Сырымның осындай жеке басының қасиеттері оның ұлт-азаттық қозғалысының басында болуына жағдай жасады. Көтерілістің қозғаушы күші шаруалар болды. Ал билеуші топтардың әрекеті қандай болды? Хандар мен сұлтандар патша өкіметінің сенімді тірегіне айналды. Ақсақалдар, билер, батырлармен санаспады. Билер мен батырлар хан мен сұлтандардың құқығы мен билігіне шек қоюға тырысты. Кіші жүз ханы Нұралы мен оны жақтаушылар елдегі ішкі саяси жағдайды жеке бақылай алмады. Осындай шиеленісті жағдайда көтеріліс басталды. Енді балалар, Сырым Датұлы мен казактардың арасындағы негізгі қақтығыстарға тоқталамыз. Орал казак әскерлерімен алғашқы шайқас 1783 жылы, ал Орал казак әскерлерімен кескілескен шайқас 1784 жылы маусым айында басталды. Көтерілісшілер Жайық шебі мен Ор бекіністері маңында топтасты. 1784 жылдың қарашасында көтерілісшілер саны 1000 адамға дейін болды. 1785 жылы ақпан айында генерал-майор Смирнов бастаған топ шықты. Көтерілісшілер Жем өзені бойында топтасты. 1785 жылдың көктеміне дейін көтерілістің басты қимылы Жайық бойындағы бекіністерге, казак әскеріне қарсы бағытталды. Ал Нұралы ханның ашық түрде патша үкіметін жақтауы феодалдық топтар арасында жік туғызды. Көтерілістің ендігі мақсаттарының бірі Нұралыны хандықтан тайдыру болды. Осындай саяси шиеленісті патша үкіметі қалай пайдаланды? Кіші жүзде хандық билікті жойып, отарлауды тездетіп, әкімшілік билеуді өзгертуді іске асыруды ойластырды. Оны дайындаған барон Игельсторм болды. Оның жобасы бойынша кіші жүзде хандық билікті жою, сөйтіп кіші жүз қазақтарын билеуді шекаралық сотқа беру еді. Шекаралық сот тікелей генерал-губернаторға бағындырылды. Бірақ жоба тоқталды. Себебі Франциядағы король билігінің құлауы Романовтар әулетіне қарсылық тудырды. Хандық биліктің жойылуы Ресейдегі монархтық билік мүддесіне қайшы келді. 18 ғасырдың 90 жылдарында көтерілістің жаңа кезеңі басталды. Оның ерекшелігі: көтерілістің біртіндеп ұсақ топтарға бөлшектенуі, партизандық күрес әдісіне көшуі. Сырымның 1791 жылы Елек, Красногорск бекіністеріне әрекеті сәтсіз болды. Көтеріліс уақытша бәсеңдеді. Бірақ хан сарайының халықтың мойнына ауыртпалықтарды күшейтуі және 1796-1797 жылғы қысқы жұт көтерілістің қайтадан жандануына себепші болды. 1797 жылы наурыздың 17-сінде Сырым тобының хан сарайына шабуыл жасауы Есім ханның өлтірілуімен тынды. 1797 жылы күзде полковник Скворкин бастаған топ Сырымды қудалауды бастады. Сырым тобының көшіп кетуі жазалаушылардың жоспарын орындатпады. Патша үкіметі Сырымды өзіне жақындатуға тырысып, хандық кеңес құрды. Бірақ хандық кеңесте Сырымның ықпалының өсуі патша үкіметін үрейлендірді. Хандық билікті қалпына келтірді. 1797 жылы Сырым Қаратай сұлтанның қудалауынан Хиуаға өтіп кетті. Сонымен көтеріліс жеңіліске ұшырады. Бұл көтерілістің жеңілуіне төмендегідей жағдайлар ықпал етті: старшындық және жеке топтың арасындағы алауыздық, көтерілістің нашар ұйымдасуы, байланыстардың әлсіздігі, Сырымның көтерілістің әр кезінде мақсаттарын өзгертуі. Көтеріліс жеңіліске ұшыраса да, оның тарихи маңызы зор болды. Кіші жүздегі ірі халықтық қозғалыс болды. Көтеріліс патша үкіметінің отарлау саясатының түпкілікті мақсаты Жайық бойындағы ең жақсы жерлерді басып алу екенін дәлелдеді. Көтерілістің нәтижесінде 1801 жылы патша үкіметінің қазақ руларына Жайықтың оң жағасына өтуге, мал жаюға рұқсат беруі осы көтеріліске де байланысты болды. Мінекей балалар, тарихи деректерге сүйене отырып, сабағымызға қатысты тың деректер алды деп ойлаймын. Жазушы Сырымның өз замандастарынан
мойны озық тұрғандығының тағы бір дәлелі оның тек қана ханды тақтан тайғызғандығында емес, сонымен бірге тақтан түсірілген сол ханның да хандық биліктің де орнына ел билеудің жаңа үрдісін дүниеге әкелгендігінде. Сырым Датұлының мемлекетті үлкен көлемде ойлай алатын басшы, ірі қайраткер болғандығының дәлелі өзіне дейінгі жұрт естімеген ел билеудің жаңа формасы халық кеңесін өмірге әкелгендігі деп баға берген. Ал енді балалар, біз осы алған мәліметтерімізге сүйене отырып, мына тапсырмаларды орындайық. Бұл кім? Шығарманың бас кейіпкері, әдеби қаһарман. Балалар, әдеби қаһарман дегеніміз көркем шығарма мінезімен, іс-әрекетімен, ой толғамымен ерекше дараланып бейнеленген тұлға. Балалар, шығармадағы бас кейіпкерді дұрыс тапты деп ойлаймын. Ал енді жауаптарыңды мына тұлғаны таным кезеңмен салыстырып көріңдер. Иә, әрине, бұл Сырым Датұлы болатын. Ал енді балалар, біздің келесі тұлғамыз кім? Кейіпкеріміз патшалық Ресейдің қазақ халқын отарлау әкімшілігінің өкілі, генерал-губернатор. Негізгі қызметі Орынбор өлкесін және кіші жүз қазақтарын басқаруды реформалау ісімен тығыз байланыста болған. Иә балалар, өздеріңіз бейнебаянда көргендей, тарихи деректерге сүйене отырып, бұның Осип Андреевич Гильстром екеніне көз жеткізіңдер. Жарайсыңдар балалар, бұл тұлғаны да дұрыс тапты және сұраққа дұрыс жауап берді деп сенемін. Балалар, бұл кейіпкер патшалық билік тарапынан бекітілген бірінші қазақ ханы, Әбілқайыр ханның ұлы. Иә балалар, бұл тұлғаны да дұрыс тапты деген ойдамын. Бұл Нұралы хан, әкесі Әбілқайыр өлген соң 1748 жылы кіші жүздегі хандыққа отырды. Бұл шешімді Ресей патшайымы Елизавета Петровна бекітті. Нұралы патшалық билік тарапынан бекітілген бірінші қазақ ханы еді. Балалар, сендерге бүгінгі сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Ал енді сабағымызды елбасының мына сөзімен қорытындылаймын. Тәуелсіздіктің әрбір жылының біз үшін мәні бөлек, маңызы айрықша деп елбасымыз айтқандай, тәуелсіздік жолындағы ерлік істері мен елдікті көздеген тарихи тұлғаларымыздың ерен еңбегін бағалау бүгінгі ұрпақтың міндеті. Иә балалар, ата-баба аманатын сақтау, бүгінді білетін, кешегіні түсінетін, болашағына сеніммен қарайтын мына жастар сендердің қолдарыңда. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.